Flickers'та, Padlet ошол, Flickers, тағы да басқа көптеген осындай тармақ құратын сайттар ағылшынша болады, иә. Біз оларды орысша көру үшін Google-да автоперевод қойып қойсақ болады. Сонымен қатар кейін, егер сіз баяндама жазатын болсаңыз, немесе сізге сондай бір қызық басқаша ақпарат керек болса, көбіне ағылшынша ғой, мына переводчикқа қойып, ағылшынша теріп, сайтқа кіріп, и автоперевод қойып, орысша оқып, соның ішінен ақпарат алсаңыз болады. Естественно, ол плагиаттан өтеді. Сосын өзіміздің әбден жауап болып кеткен қазақша, орысша ақпараттан кішкене өзгеше болады. Егер сізде браузер Google болса, негізі Google-мен жұмыс жасаған дұрыс. Егер Google-дарыңыз жоқ болса, кейін білетін біреуге орнаттырып алыңыздар. Өйткені сайтқа кірген кезде де, тапсырма құратын сайттарға кірген кезде де, через Google регистрация жасай салсаңыз да ыңғайлы. Google-дың жалпы мүмкіндіктері өте көп. Google арқылы тест құруға болады, Google формы деген бар, иә, мүмкін білетін шығарсыздар. Google арқылы сайт жасауға болады, мына жерде инструменттер өте көп. Сосын документтеріңізді Google-дың облакасына сақтай аласыздар. Сонда егер компьютерға бірдеңке болып қалса, ол сіздің аккаунтыңызда облакада сақталып тұра береді. Барлығы тегін. Сонымен қатар почтасы да бар, YouTube барлығы осы Google-дың нелері, қосымшалары. Енді біз мына жерге поискқа жаңағы автопереводты қояйық, расширение. Переводчик расширение деп жазамыз. Расширение. Переводчик расширение Google. Google. Міне, Google переводчик деген шығады. Осындай бет, осы бетке менде тұр, өшіріп тастайын да, қайта орнатайын. Міне, осындай бет шығады. Google переводчик расширение. Осыған установить деген оң жақтағы кнопканы баса саласыз. Установить расширение. Болды, расширение орнатылды. Оңай, осылай 2-3 кнопканы басу арқылы расширениені қойып аласыз. Енді ол бізде қай жерде тұрады? Міне, мынау значок, осындай значоктың үстіне басасыз, расширение Google переводчик деген тұр. Осыны закрепить етіп қоясыз, мынау кнопка сияқты значок бар ғой, соны басасыз. Ол сіздің Google-ыңызға закрепляция етілді. Кез келген Google-ның бетін ашсаңыз, мына жерде тұрады. Осыны басасыз, перевести страницу десеңіз, любой ағылшынша бетті аударып береді, кез келген. Міне, көрейік. Так. Клетка животных деп бірінші жай переводчикқа, простой переводчикқа ағылшынша осы жазуды жазып аламыз, айдемасы. Енді осыны Google-ға қойып, ағылшынша ақпаратты іздеп тауып аламыз. Так, ағылшынша ақпарат міне сайтта жазылған, е. Мүмкін осының ішінде ерекше бір нәрсе бар шығар. Міне, мынау расширениені басасыз да. Негіз кейде өзі аударып береді, аудармай жатса, ашып, русскийді басасыз, барлық бет түгел орысша болып шықты. Осының ішінен материалды копировать етіп ала бересіз. Сол сияқты, егер баяндама жазатын болсаңыз, иә, мысалы, STEM технология, технология дейді. STEM технология. STEM технологиясы туралы баяндама делік. Ағылшынша сайтты ашасыз да, өйткені бізде қазақша материал өте аз. Мына жерден алып дайын дүниені қолдансаңыз болады. Перевести страницу. Алып, өзіңіздің сөзіңізбен өзгертіп ауыстырып қоя бересіз.